Жолға шығар алдында достарым жиналып бәрі үйге келді. Анам дастархан жайып қарсы алды. Бәрін өз баласындай көретін еді жарықтық. Ол замандағы аналар да басқа еді ғой. Қандай жоқшылық, таршылық көрсе де, сондай көңілдері тоқ, пейілдері кең еді ғой. Дастархан басына жиналған достарыма бір қарап алды да: айналайындар, мен сендерге ризамын. Балам келгеннен бері табанын жерге тигізбей күтіп жүрсіңдер. Менің ғана емес, елдің баласы екенін көріп қуанып отырмын. Балама да сендерге де ризамын. Енді міне оқуына жүргелі отыр. Жолдас деп тілекші болып шығарып салуға келген екенсіңдер. Енді мен сендерге өтініш айтайын. Қанша күн жандарыңда жүрді, ал бүгін рұқсат етсеңдер, баламды өзім шығарып салайын. Балама оңашада айтарым бар деп тоқтады. Әрине, жігіттер келісті. Анам айтқандай, бәрі үйдің алдынан қоштасты. Қыз іші еді. Анам аттың божысын өз қолына алды. Мұнысынан әңгіме тізгінін де өзі алатынын бірден сездім. Ол кезде көрші ауылдан ұшақ ұшатын. Сол кезде ауылдан бір бала оқыса, бүкіл ел болып жолына қаражат жинап, аналарымыз бен жеңгелеріміз бар дәмдісін сөмкемізге салып жататын. Қандай кеңшілік еді. Менің де жолыма ағайын туыс қолында барын жинап, анама көмек беріп, қыстың сары аязында көлікпен сатылап жеткенше ұшақпен бір күнде жетсін деп ұшаққа билет алып берген болатын. Бұл жақсылықтары осы күнге дейін есімде, ұмытқан емеспін. Ауыл арасы 7 шақырым қашықтықта. Анамның ерте шыққанынан ақ ұзақ әңгіме болатынын, не менен нақты бір жауап күтетінін ішім сезді. Шана ақ қардың үстінде сырғып келеді. Астымызға шөпті қалың етіп салған екен. Анам түлкі ішігінің өңірін бір жөндеп алды да тамағын кенеді. Шанаға жегілген аттың жүрісін тамашалап келе жатқан мен бірден бойымды жинап алдым. Анам сөзін бастап кетті. Балам, мен өзіңе ризамын. Қалаған оқуыңа түстің. Адам баласы мамандық таңдауда да, жар таңдауда да қателеспеу керек деп ойлаймын. Екеуі де маңызды. Өзің қалаған мамандық өмірлік азығың. Жаның сүйсініп, қызмет жасайсың. Содан рахат алып жемісін көресің. Ал жар таңдау одан да маңызды. Бар өмірің сәнімен жарасып, салтанатты өтуі өмірлік жарыңа байланысты. Өмірдің шын ләззатын сол кезде білесің. Жай ғана бір тақырыпта әңгіме айта алсаңдар, сол нәрсеге бірге қуана білсеңдер, тіпті сөзге келіп қалсаңдар да, бір-біріңе айналайын-ау деп тіл қатқанға не жетсін. Шынайы сезім сол артық кеткен тұста, бір-бірің тосылып күткен кезде, бірің тыңдап, бірің құптаған кезде сыналады. Жоқшылық пен таршылықта сыналады. Соған дайын болса, нағыз отбасы болып, шын жар болудың қиындығын да жақсылығын да көресің. Бұл есіңде жүрсін дегенім ғой. Бірақ мен дәл қазір саған басқа әңгіме айтқалы отырмын. Балам, абыроймен отан алдындағы борышыңды да өтеп келдің. Ол ер азамат үшін үлкен абырой, бедел. Неше күн еліңде жора жолдастарың да сый құрмет көрсетті. Сыртыңнан қуанып та отырдым. Тіл көзден аман болсын деп іштей тілеп те отырдым. Ең алдымен әкеңнің емес, осы елдің баласы екеніңді ұмытпа. Мына ел саған тілекші. Ол жақта сені сәкеңнің баласы деп емес, осы өңірдің баласы деп таниды. Ел жұртыңның абыройын ойла. Бұл бір. Екінші айтарым, өзіңе қыздар тым үйір екен. Бетіме жымыңдап бір қарап алды. Оны да байқадық. Пәтшағарым менің, жә ұялмай-ақ қой. Ата-ана балаға сыншы. Көз бізде де бар. Менің осы айтқанымды есіңде сақта. Бұл жақта бар қыздар, ол жақта да бар. Семейің шағын ауыл емес. Жел тұрмаса шөптің басы қимылдамайды. Алдыңдағы ағаңның беделін түсірме. Есіңе сақта. Менің айтайын дегенім осы. Ерте үйленіп ағаңның жолын кеспе. Бауырының тойында ағасы бір өзі той атқарып жүргенін қаламаймын. Ақылың бар, өзің артын қорытып ал. Анам осыны айтты да алысқа жанарын тікті. Мен жолды жаңа көргендей болып тесіліп қарап қалдым. Анамның не айтқысы келгенін түсіндім. Алдымда тетелес өскен ағам бар болатын. Ол бір себептермен әскерге менен кейін алынды.
Мен келген кезде ол әскер қатарында еді. Анамның осы сөзі дәл сол күнде айтқандай әлі құлағымда тұр. Аэропортқа жалғыз өзі шығарып салды. Мен ұшаққа мініп бара жатып, ақ түбіт орамалының ұшымен көзін сүртіп тұрған анамды көрдім. Сол сәтте етегіне оралып өскен бала кезімнен дәл қазіргі кезге дейінгі анамның бейнесі зу етіп өте шықты. Мен де ішімнен шешім қабылдадым. Тым асығыс қабылдадым ба, оны осы күнге дейін білмеймін. Әйтеуір бір өкініш қанша жыл бойы мазалап келеді. Бір аузының жарасы бітпеген дерт сияқты. Сосын аға, анаңызға сөз бердіңіз бе? Анама сөз бермедім. Анам өз жауабын менің үнсіздігімнен алды. Менің айтқанын орындайтынымды білді. Сонда қалай болды? Сіз сүйген қызым болды деген едіңіз ғой? Иә, бауырым, қалаға келдім. Келгенімді естіген соң сүйген қызды алып ұшып келді. Мен салқын қабылдадым. Ондағы ойым бойы үйрене берсін дегенім ғой. Ол маған не болғанын түсіне алмады. Бір демалыс күні Ертіс өзенінің жағасына жүріп қайтайық деп шақырдым. Ол етегі бүрмеленіп тігілген ақ көйлегін киіп келді. Талдырмаш бойына сондай жараса кеткен. Шашын екі өрім етіп өрген. Арқасында еркелеп ойнап келе жатқандай көрінді. Еш алаңсыз, қасымда болғаны үшін қуанып келе жатқанын көріп тұрып, қандай ауыр болса да өз шешімімді айту керек болдым. Кілт тоқтап, қолын алдым да, менің саған айтарым бар дедім. Көздерінде сондай бір қуаныш болды. Жүзі бал-бұл жанып тұрды. Көмейіме ащы өксік сияқты бір ащылау дәм келді. Бойымды тез жиып алдым да, оқуымды жалғастыру керекпін. Содан кейін біраз уақыт жұмыс істеймін деп, өз жоспарымды айтып, оған өз өмірімнен әлі орын бере алмайтынымды айтқым келді. Бірақ онымен екеумізді де алдағандай болатын сияқты көріндім. Солай ойладым да, бетіне қарап тұрып, екеуміздің бірге бола алмайтынымызды айттым. Екеуміз де жаспыз, қызу кезіміз. Жастық отымен арамызда жақын қатынас болса, мен оны тастап кете алмайтынымды, әрі анама берген уәдемді бұза алмайтынымды айттым. Мен үшін сүйген жанның абыройы биік еді. Айтарымды айттым-ау, бірақ өзім естен танған күйде болғандай едім. Есімді жиған кезде оның ботадай боздап жылағанын көрдім. Осы бойымен барып, суға батып кететіндей көрдім. Содан қолынан ұстап жатақханасына қарай жүргенім есімде. Қолын тартып та алмады, кет демеді де. Жылап келе жатты. Үнсіз жылап келе жатты. Мен іштей егілдім. Бірақ өз шешімім дұрыс деп ойладым. Оның арын ойладым. Өз-өзіме сенімсіз болғандықтан емес, бауырым. Жас болған соң бас бермейтін сәттер болады. Сондай кезде өз сезіміме, сүйгеніме адал болайын деп шештім. Қыз жылап қалды. Мен қайырылмадым. Қазір шыдамас едім, жастық қой. Сол кезде мұның дұрыс болмады деп тоқтатар ешкім болмағанын айтсаңшы. Осы күні сол өзегімді өртейді. Жылап қыз қалды. Оның да өз армандары барын мына мен есепке алмаған екенмін. Содан не керек? Мен өз шешімімді қабылдаған соң, қанша ауыр тисе де, қызды көрсем айналып өтіп, жүзіне қарай алмай, кездесіп қалудан қорқып жүрдім. Шындығында мен өзімді ерлік жасағандай көретін едім. Енді ойласам, қыздың жасағаны ерлік екен. Бір ай бойы мен тұратын жатақхана жанына келеді де, тереземе қарап жылап тұратын. Бір ай бойы сол әдетінен танбады. Мен көрсем де көрмегендей болатын едім. Өзімше еркек болған түрім ғой. Курстас жігіттер оны аяп, менің әрекетімді түсінбей жүрді. Себебін де біле алмады. Мен өзімше сүйген қызыма адал болдым деп жақсылық жасаған болдым ғой. Сөйтсем, өз анам айтқан өмірлік жарымнан өзім бас тартқан екенмін. Кейде ойлаймын, осыншама ынтызарлықпен жақсы көрген адамды неге ренжіттім, неге кешірім сұрамадым деп. Не үшін бас тартқанымды неге ашып айтпадым екен? Айтсам кейін анамды сыйламай кететін сияқты көрінді.
бір өзі бізді 32 тісімен тістелеп жүріп өсірген, жастай жесір қалса да табанымызға бір шөкір кіргізбей арқалап өсірген. Әкесі бар жігіттер оқи алмай елде күрек ұстап қалып жатқан кезде білім алсын, әкем болмаған соң осылай қалып қойдым демесін деп, әр баласының қолына өзі айтатын қатты қағазды алғызу үшін барын салған анамның қадірін кетіріп алам ба деген қорқыныш болған сияқты. Шын сүймедім дейін десем, жүрегімнен осы күнге дейін неге өшіріп тастай алмай жүрмін деп ойлаймын. Жауабы жоқ сияқты. Міне, мендегі жай осындай. Сонда сіз сол қызды сүйетініңізді біле тұра бас тартқансыз, анаңыздың бір ауыз сөзі үшін, сүйген жанның адал болуы үшін, өзім адал болу үшін. Аға, сонда да сіздікі қателік сияқты. Сосын кімге үйлендіңіз дейсің ғой? Басқа қызға үйлендім. Үйленер алдында ол қызды іздедім. Алғашқы сезім қай уақытта болсын ыстық болады. Сағынғанымды сездім. Басқа жанды дәл оны сүйгендей сүйе алмайтынымды түсіндім. Бірақ бәрі кеш еді. Оны іздеп барғанымда тұрмысқа шыққанын естідім. Өз бармағымды өзім тістеп қалдым. Сол кезде неге іздедім деп өкініп қалдым. Әйелімді жақсы көрдім, ұнаттым, бірақ сүю деген басқа екен. Осы күнге дейін көз алдымда ағаш түбіне келіп, терезеге қарап жылап тұрған сұлбасы келеді де тұрады. Жүрегім шаншып кетеді. Отбасын құрдым, Аллаға шүкір, ұл қызым бар. Анама берген уәдемде тұрдым. Дүниеден өткенше ризашылығын айтып отырды. Анам ақ сауытым еді. Ол бар кезде мені ешқандай жамандықтың оғы тимейтіндей көретін еді. Жаны пейіште шалқысын жарықтықтың. Бірақ бауырым, өзіме қай балам қашан үйленемін, үйден ұзаймын десе, шын сүйген жандары болса, алдарына кесек көлденең тұрмаймын деп уәде бердім. Өмірдегі ең бастысы сүйген жанмен өмір сүру екенін түсіндім. Өмірлік серік деген сол, сені барыңмен де, жоғыңмен де қабылдайтын жан екен. Аға, мен дәл қазір екі ұдай күйдемін. Мені ұмытып кеткен болар деген жан ұзақ уақыт бойы күтіп хат жазып іздеген екен. Одан менің хабарым болмады. Жуырда ғана білдім. Ойымда жүрсе де ұмытқан болар. Не үшін іздеймін деп өз ойыммен ғана жүрген екенмін. Енді іздеп барайын десем, тұрмыс құрып кетті ме екен? Сондай жағдай болса, көңілім қалып қояма деп ойлап, ойым сан саққа бөлініп. Бәсе, терең ойда жүретін сияқты едің. Сүйіп өтсең де, сүймей кетсең де, бауырым, бұл өмір өтеді екен. Кейін күйінесің, өкінесің. Ойланба, сен ойланып жүрген кезде өмірің де өте береді. Мына батқан күннің артынан таң атады, осылай жалғаса береді. Біздің өміріміз өте береді, сондықтан мүмкіндік болса оны жібермеу керек. Мына шалға не жоқ, ақсақал болып ақыл айтар шағында алғашқы махаббат деп әңгіме айтып отырған дерсің бауырым. Бірақ әр пенденің ішінде сыр, көңілінде мұң, әр жүректің көтерген бір ауыр жүгі болады.